Бәріңе сәлем достар, сіздермен Сако кезет арнасы. Достар, бүгінгі сабақта мен сіздерге таплинг сайтты қалай жасайды сол жайында айтатын боламын. Жалпы таплинг сайт дегеніміз осы, кез келген адамның инстаграмында, не болмаса бір блогерлердің, бизнесмендердің инстаграмына кірсеңіз, сайтта таплинг сайт тұрады. Яғни ол таплинг сайт дегеніміз сіздің басқа да әлеуметтік желілеріңізге сілтеме беру. Бүгінгі сабақта мен сіздерге соны қалай жасайды сол жайында айтатын боламын. Ендеше достар, біз көп сөзбай видеомызды бастаймыз. Достар, мінекей көріп тұрғандарыңыздай біз қазір телефонмен жасайын деп отырмыз. Яғни қазіргі кезде көп адамда телефон болғандықтан телефонмен жасау жолын көрсетейін деп отырмын. Ол үшін бізге Play Market'тен, не болмаса сіздерде iPhone болса App Store'дан Unfold деп іздейміз. Unfold деп іздейміз. Яғни бізге шығатын осы бірінші программа, яғни Instagramға арналған кәдімгі программа. Осы арқылы біз таплинг сайт жасайтын боламыз. Кіреміз. Кіргеннен кейін сіздерде дәл осылай ашылатын болады. Мына жерден далее батырмасын өте саламыз. Бар болған осы. Енді кіргеннен кейін сіздерде дәл осындай бет ашылатын болады. Яғни stories форматтарға шаблондар, әртүрлі нәрселерді көресіздер. Бұны әрине өздеріңіз қолдануларыңызға болады, бірақ та бұл жерде бізге бұл қызықты емес. Бізге қызықтысы мінекей астындағы оң жақта тұрған биосайт. Осыған кіреміз. Және создать биосайт бесплатно дегенді басамыз. Енді біз өзімізге керекті шаблонды аламыз. Мұнда әртүрлі шаблондар болады. Бірақ та менікі дәл осы, маған осы шаблон ұнайды, сондықтан да мен осы шаблонды алатын боламын. Ал сіздер басқа шаблондарды қолданып жасауларыңызға болады. Жақсы, өзімізге керекті шаблонды таңдап аламыз. Керек шаблонға барамызда выбрать батырмасын басамыз. Басқаннан кейін кіргеннен кейін сіздерге үйретеді. Жақсы, бұның барлығы түсінікті. Барлығын қазір мен сіздерге түсіндіретін боламын. Енді ең алдымен мына жерде профиль дегенге барамыз. Профиль дегенге барғаннан кейін названияға өзіміздің атымызды жазамыз. Окей? Енді мына жерде өзіңіз туралы жазуыңыз керек. Мысалға, сіз кімсіз? Бизнесменсіз бе, или блогерсіз бе? Соның барлығын жазып қоюларыңызға болады. Мінекей достар, мен сіздерге қазір мысал ретінде көрсетіп отырмын. Енді көріп тұрғандарыңыздай мына жерде бәрі өзгеріп жатыр. Нұржау Самғат, блогер деп барлығы шығып жатыр. Енді ары қарай біз өзіміздің таплинг сайтымызға аватарка жүктейміз, яғни фото қоямыз. Мына жерден разрешить батырмасын басамыз. Өзімізге керекті фотоны таңдап аламыз. Мысалы, достар, мен дәл қазір мына бір фотоны таңдаймын. Және өзіңізге керекті қылып, жақындатып қойып аласыздар. Енді мына жерде фото обложка деген бар. Бұл яғни мына бір жер, яғни артындағы фон. Қысқаша айтқанда, сіздің таплинг сайтыңыздың шапкасы. Фото обложкаға басып, өзіңізге керекті бір картинка, не болмаса кез келген фотоны таңдауыңызға болады. Мысалға, мен дәл қазір осындай бір фотоны таңдадым. Мына жерден поворот жасауыңызға болады. Мысалы, дәл осылай басам, үстінен галочканы басам. Болды. Бізге шапка қойылды. Профильді толтырдық. Енді келесі бізде разделы. Енді бұл жерде сіз өздеріңіздің сайттарыңызға, не болмаса өздеріңіздің әлеуметтік желілеріңізге сілтеме қоясыздар. Мына жерде соцсети деген бар. Осыған басамыз және өзімізге керектілерін таңдап аламыз. Мысалы, Instagram керек. Instagramда бұл жерде ссылкасын қойып отырмайсыз, жай ғана өзіңіздің Instagramыңызды жазасыз. Жақсы. TikTok'та да дәл солай өзіңіздің атыңызды жазасыз, яғни никіңізді жазасыз. Мінекей қарап отырсаңыздар, бізде барлығы толтырылып отыр автоматты түрде, яғни сіз оны көріп отырасыз. Және де мына жерде айта кететін нәрсе, YouTube каналға кірген кезде сіздерге айтады, YouTube каналдың ссылкасын қойыңыз деп. Ол үшін өзіміздің YouTube каналымызға кіреміз, өзіміздің мой канал дегенге кіріп, YouTube каналымыздың сілтемесін көшіріп аламыз. Үстіндегі 3 точканы басып, поделиться батырмасын басып, копировать ссылку дегенді басамыз. Болды, енді осыны жай ғана әкеліп, YouTube'ты таңдап, ставить ете саламыз. Бар болғаны осы. Жақсы, сіздер әлеуметтік желіні жүктеуді үйрендіңіздер. Енді ссылка деген бар бізде. Бұл жерде енді өзіңіздің ссылкаларыңызды қоясыздар. Мысалы, сіздің онлайн магазиніңіз болуы мүмкін, соның сілтемесін қоюыңызға болады, не болмаса картадағы местоположениеңізді қоюға болады. Мен дәл қазір мына жерге былай жазамын. Өзімнің WhatsApp-ыма ссылка қоямын. Енді достар, мен мына жерде WhatsApp-ыма ссылка қою үшін адрес дегенге өзіміздің сайтты жазамыз. Яғни сіз өзіңіздің сайтыңыздың ссылкасын міндетті түрде адрес дегенге жазуыңыз керек. Все, болды. Енді название ссылка дегенге мысалға жазып қоям жай WhatsApp деп. Енді достар, барлығын жазып болғаннан кейін мына жерден өзіңіздің ссылкаңызға обложка, яғни значок қоюыңызға болады. Мына жерден галочка батырмасын басамыз. Енді мына жерде WhatsApp дегенге кіріп, мінекей біздің сайтымыз шықты ғой. Мына жерден мына бір суреттің үстінен басамыз. Фото дегенге басып өзіңіз бір значокты
қоюыңызға болады. Мысалға магазиніңіздің логотипін деген сияқты қоюыңызға болады. Не болмаса библиотека значоков дегенге кіріп, осы жерден өзінің значоктарын қоюыңызға болады. Мысалға мына жерде WhatsApp-тың значогы бар екен, яғни мен мына жерге WhatsApp-ты қойып қоямын. Болды, тағы да басқа да ссылкаларды қоюыма болады. Жақсы, мен сіздерге түсіндіріп жатырмын. Бір-бірден істейміз барлығын. Енді мына жерде ваш текст деген бар. Мысалға ваш текст дегенді қоюыңызға болады. Мысалға мен өзімнің аты жөнімді жазамын, Нұржол Самғат. Жақсы, енді астына мысалға сұрақтар бойынша WhatsApp-қа жазыңыз деп жазамын. Мінекей қараңыздар. Енді сіздіңкі дәл осылай көрінетін болады. Жақсы, ол түсінікті. Енді мына жерде текстті түсіндік. Поддержите меня дегенге кіріп, өзіңіздің кошелегіңізді қойып, мысалға ақша жинауыңызға болады. Мысалға көбінесе қайырымдылық қорында істейтіндер, не болмаса бір көмек сұрайтындар дәл осылай өздерінің кошелектарын қойып, ақша жинауына болады. Яғни мына жерге ссылкаға плюсты басасыз да, адреске мысалы Каспий реквизит қойып қоясыз. Названияға Каспий деп жазып қоясыз. Бар болғаны осы. Жақсы, бұл түсінікті. Бұл бізге әзірге керек емес. Енді мына жерде астында мынандай нәрселер қоюыңызға болады. Сразу, яғни мына жерден ссылканы добавить етпей-ақ, мысалы YouTube дегенге басып, YouTube-тың ссылкасын қойып, дәл осылай қоюыңызға болады. Мына жерде бізде достар, яғни YouTube болғандықтан бізге бұл жерде видео қою керек екен. Яғни каналды бұл жерге қоя алмаймыз. Бұл жерге каналды сіздер ссылка арқылы добавить етулеріңізге болады. Ал мына жерде көріп тұрғандарыңыздай контент YouTube-тағы видеоны қою үшін сіз YouTube-тағы видеоның ссылкасын қоюыңыз керек. Жақсы, ол түсінікті. Енді қараңыздар. Сіздердің мысалы YouTube-тарыңызды үстіге қойғыңыз келеді, бірақ та ол астына түсіп кетті. Үстінде WhatsApp, яғни тексттарыңыз осында етіп қалды. Не істейміз? Мына жерге мой разделы дегенге кіреміз, яғни разделы, сондай. Мына жерден үстінде қаламсаптың суреті болады. Осыған басамыз да, мына жерден мысалға YouTube-ты көтеріп қоюыма болады үстіге. Көріп тұрғандарыңыздай YouTube көтерілді. Және мысалы поддержите меня деген керек емес. Бұны удалить етіп тастауыңызға болады. Яғни үстіне ручканың суретін басып, мына жерден минус батырмасын басып удалить етесіздер. Жақсы, барлығы түсінікті. Енді стиль дегенге көрейік. Стильде не бар екен? Бұл жерде шаблонды өзгертуіңізге болады, немесе фонды өзгертуіңізге болады. Яғни фонның цветін өзгертуіңізге болады. Мына жерден добавить цвет батырмасын басамыз, бірақ та достар бұл жерде бұл бізде платный екен, яғни платный подписка алуымыз қажет. Жақсы, ол бізге керек емес, бізге тегін версия керек әрине, және де бізге цветті өзгертіп особо қажет емес деп ойлаймын. Жақсы, барлығы дайын бізде. Енді мына жерден просмотрды басамыз. Біздің сайтымыз дәл осылай шығатын болады. Енді сіздер өздеріңіздің фантазияларыңызды қосып, бұдан да керемет қылып жасауларыңызға болады. Жақсы, сіздер таплинг сайттарыңызды дайындадыңыздар, барлығы дайын. Енді не істейміз? Мына жерде опубликовать батырмасын басамыз. Енді бұл сайтты жасау үшін сізге бұл платформаға, яғни осы программаға регистрация жасауларыңыз керек. Мына жерден регистрация батырмасын басамыз. Регистрация батырмасын басқаннан кейін достар бізде iCloud аккаунтпен, не болмаса Google аккаунтпен, Facebook аккаунтпен кірулеріңізге болады. Менің жағдайымда Google аккаунтты таңдаймын. Және де өзімізге қажетті аккаунтты таңдап аламыз. Біз таңдадық Google аккаунтымызды, қайтадан бізді программаға лақтырды. Енді мына жерде айтады, биосайтқа ат беріңіз дейді, яғни ат қойыңыз. Өзіңіздің атыңызды жазасыз. Енді мен дәл қазір Нұржол Самғат деп жазсам, уже бұл яғни бос емес, мен уже бұл бойынша ашық қойғам, сондықтан да мен бұл жерге алдына бір таңба қосам. Яғни Нұржол Самғат 2. Галочка батырмасын басамыз, және де опубликовать батырмасын басамыз. Мінекей біздің биосайтымыз ашылды. Енді осы жерден поделиться ссылкой дегенді баспай-ақ, мына жерде копировать деген батырма бар. Осыны басамыз. Ссылкамыз копировать етілді. Енді осыны браузерге салып тексеріп көрейік. Ссылка қоятын жерге жаңағы копировать еткен ссылкамызды қоямыз. Ашылды. Мінекей барлығы жұмыс жасап тұр. Мысалға мына жерден Instagramға жібереміз. Яғни мына жерден менің Instagramым ашылатын болады. Бар болғаны осы, яғни дәл осылай сіздерде өздеріңіздің таблик сайттарыңызды жасауларыңызға болады. Рахмет, қош, сау болыңыздар достар.